Түрлі ұлттың басын қосқан достық үйінде тілдер күніне арналған тіл татулық тірек атты мерекелік шара өтті. Бұл күн қазақ тілінің негізін салушы Ахмет Байтұрсынұлының туған күніне арнайы ұйымдастырылған. Шараның негізгі мақсаты мемлекеттік тілдің қолдану аясын кеңейту және оны ұлтаралық қатынас тіліне айналдыру, сондай-ақ отан сүйгіштік сезімді арттыру болып табылады. Бүгінде бірлігі жарасқан сыр елінде 30-дан астам этнос өкілі тұрады. Олар басым бөлігі өздерінің ана тілімен қатар мемлекеттік тілді де еркін сөйлейді. Қазақтың салт дәстүрін, әдеп-ғұрпын жақсы біледі. Жалпы тіл ұлттың тарихи бай мұрасы, дәстүр діңгегі. Сондықтан тілге деген құрмет қашанда ерекше. Шараға этномәдени бірлестік мүшелері қазақ тілінде өз өнерлерін ортаға салды. Тема это единство, 30 лет вместе. 5 қыркүйек Қазақстан халқы тілдер күні. Бұл күні қазақтың ақыны, алаштың арысы, тіл жанашыры Ахмет Байтұрсынұлының туған күні. Жалпы біз тіл мерекесіне орай жыл сайын дәстүрлі түрде түрлі шараларды ұйымдастырамыз. Сондай шаралардың бірі бүгін тіл татулық тірегі атты шарамыз. Мұнда түрлі этнос өкілдерінің бірлестіктері өз өнерлерін ортаға салуда. Яғни ән айтып, би билеп, түрлі өлең жолдарын оқуда.